Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабақта меңгеретіндерің сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді қолданасыңдар. Оқиғаның басталуы мен дамуын, аяқталуын анықтайсыңдар. Төле би қазақтың үш биінің бірі. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірінде туған. Бала күннен жас Төле әкесіне еріп жүріп ел көреді. Қазақ халқының ақындық, шешендік өнерінен тәлім алады. 15 жасынан ел билігіне араласады. Өз заманында Қарлығаш әулие, Қарлығаш би атанады. Енді мына екі сөйлемге анықтап қарайық, қай жауапта сөз өнері туралы айтылған. Бір нәрсе туралы А жауабы. Бір нәрсе туралы пікірімізді яки қиялымызды, көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап айта білсек, сол сөз өнері болады. Ахмет Байтұрсынұлы. Б жауабы. Қанатты сөздер мақал-мәтелдерге ұқсас. Ол терең ойға құрылған, көлемі шағын нақыл сөздерге жатады. Қай жауап дұрыс екен? Анықтайық. А жауабы дұрыс. Бұл жерде сөз өнері жайлы айтылған. Ахмет Байтұрсынұлы. Бір нәрсе туралы пікірімізді яки қиялымызды яки көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап айта білсек, сол сөз өнері болады деп айтқан. Келесі үзіндіні оқимын, оқиғаның басын анықтайсыңдар. Мұқият тыңдап отырыңдар. Ел ауған Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламады кезінде Төле би киіз үйін жықпапты. Қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасы Төле биден көшпей қалуының сырын сұрапты. Шаңырағыма бір бейкүнә Қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан су басқанда Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған. Адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым дейді Дана Төле би. Оқиғаның басын анықтайық. Шаңырағыма бір бейкүнә Қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан су басқанда Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған. Адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым дейді Дана Төле би. Бұл оқиғаның басы. Енді қазақтар қай құсты киелі де қамқоршы деп қастерлеген? Қарлығаш құсын ба, немесе аққу құсын айтқан ба? А жауабы дұрыс. Қарлығаш. Енді әңгіменің соңын оқиық. Әңгіме қалай аяқталады? Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын Төленің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті. Әңгіме қалай аяқталады? Төле би елінен көшіп кетеді ма? Немесе жоңғар қолбасшысы Төле бидің шешендігіне таң қалды? Төле би мен жоңғар қолбасшысы достасты. Жоңғар қолбасшысы Төле бидің шешендігіне таң қалды. Берілген нақыл сөздерді қолданып Төле биді сипаттаңдар. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын, ұсақ болма ірі бол, шын әулиенің өзі екен. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын, шын әулиенің өзі екен. Яғни қазақтар өте ұтымды, жақсы, данагөй адамдар не істеген? Сөздерін тыңдаған, ақыл сұраған, қазақ халқының ақылшысы болған Төле би. Оқушылар, бүгінгі сабақта сөз өнері деген не екенін білдіңдер. Мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді сөйлеу барысында қолдандыңдар. Оқиғаның басталуын, дамуын, аяқталуын анықтадыңдар. Сау болыңдар.